Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болатын осындай кекстер жасаймыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Сосын осылай венчикпен араластырамыз. Сізде егер венчик болмаса, шанышқымен, әйтпесе миксермен араластыра берсеңіздер болады. Қантымыз еріп, осындай аппақ массаға енгенше жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстіне сүтімізді құйып, сүттің жылы болғаны маңызды, жылы сүт құйыңыздар және алдын ала ерітілген сары майымызды құямыз. Ұнымызға разрыхлителді, яғни қопсытқышымызды салып, осылай електен өткізіп саламыз. Електен өткізген өте маңызды, себебі електен өткізген кезде ұнымыздың арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Бәрін бірге салып тастамаңыздар. Ұндарыңызды осылай 2-ге, әйтпесе 3-ке бөліп, асықпай осылай араластырып жасаңыздар. Мінекей бізде осындай қою әрі әдемі масса пайда болды. Осы массамызды енді ас қасықпен 2 қасықтан құйып, осындай формаларымызға құйып шықтық. Енді оның үстіне мен шоколад салдым. Начинкасына шоколад, варенье сгущенка, әйтпесе варенье салсаңыздар болады. Начинкасын салмай қойсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Енді осы начинканың үстіне тағы да 1 қасық осылай құйып шығамыз. Начинкамыздың үстін осылай жауып тұру керек. Егер сізде формаңыз темір болса, оның ішін сары маймен майлап алғаныңыз дұрыс. Себебі темір формаларға жабысып қалуы мүмкін. Ал сізде силиконовый формалар болса, оны майлаудың керегі жоқ. Мінекей осылай салып шығамыз. Сосын қатты толтырмаңыздар. Егер қатты толтыратын болсаңыздар, ол піскен кезде көтеріліп, сыртына қарай ағып кетуі мүмкін. 180 градуста 30-35 минут пісіріп алам. Мінекей менің кекстерім дайын болды. Өте дәмді, үлпілдеген, жұмсақ, әп-әдемі болып шықты. Қараңыздаршы, мінекей. Ортасына мен шоколад салдым. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға осылай дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.